Достар, сәлем. Бүгін алдыңғы картаж тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Алдымен қолданушылар тізімін ашайын. Users. Ішіндегі элементтер картажбен берілген. Алдымен қолданушының атауы Bob болсын. Оның жасы 25-те. Және оның салмағы ол арық болсын, өте арық болсын, 40 кг болсын. Екінші қолданушымыз Карл. Оның жасы 30-да, салмағы болса 80 келі болсын. Үшінші қолданушымыз Джон. Жасы 24-те, және ол өте толық болсын, мысалға 100 кг дей салайын. Енді осы жерден print мен users алғашқы Бобты шығарғым келсе осылай жазамын. Міне, Бобтың ақпарат маған шығарып берді. Бірақ қарап тұрғандарыңыздай картаж түрінде. Дәл осы жерде менде мынандай бір кішігірім проблема туындайды. Оның атын мен аламаймын мына жерден, қараңыздар. Нүкте name деп шығарайын десем, маған қате береді. Мұнда атрибут онда жоқ дейді. Бұл мәселені қалай шешсек болады? Комментарийге қоя салайын. Бұны шешу үшін Python'да name tuple бар, яғни атауланған картаж. Мұнда картаждың әрбір атрибутына атау бере аласыз. Мысал қараңыздар. Мұны жасау үшін алдымен оны импорттап алуымыз керек. From collections import named tuple. Енді осы name tuple'ды ашамыз. Ол user болсын. User. Ол бізде name tuple. Және жақшаның ішінде атауларын, атрибуттарын береміз. Алдымен user үтір қоясыз да. Оның ішінде қандай атрибуттары бар? Көріп тұрғандарыңызда бірінші оның атауы бар. Name. Келесі жасы age. Және салмағын береміз. Weight. Енді бағанағы біздің қолданушылар тізімін алайықта. Мына жаққа қойып, алдына атауын береміз, user. Көшіп алайықта. Әрбір картаждың алдына жазып шығамыз. User. Енді бағанағындай қолданушының тек қана атын шығарғым келсе, мен аламын да индексін берем. Сонымен қатар name. Міне бірінші атрибуты. Name атрибутын шығарам. Қосып көрейік. Bob мінеки. Дәл солай Карлдың салмағын шығарайық. Индексі 1. Және салмағы weight. 80 келі екен. Мінеки. Осылай қолдануға болады. Енді сонымен қатар тағы да жаңа картаж ашайық. P1. Бұл да user біз болсын бізде. Аты Мартин болсын. Мартин. Жасы 35-те және салмағы 90 келі. Дәл бағанағындай. Бұның да атын шығара аламыз. Name. Мұнда индексін қойып қажет емес, себебі бір ғана элементтен тұрады. Print. Жасын шығарайық. P1.
H және салмаған шығарайық. P1 weight. Қосатын болсақ, міне Мартин 35 жаста және 90 килограмм екен. P1-дің типін көре салайық енді. Type P1. Мінеки, типі main user типінде екен. Өзіміз көрсеткен типте. Мінеки, name tuple қолдануға кейбір кездер өте қолайлы болып табылады. Бүгін осымен аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше достар.